Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дұрыс және бұрыс бөлшектер. Сабағымыздың мақсаты дұрыс және бұрыс бөлшектерді, аралас сандарды ажырата білуді үйрену. Бөлімі мен алымы бірдей бөлшек бір санына тең болады. Яғни міне біздің пиццамыз 8 бөлікке бөлінген. Осы 8 бөліктің 8-інде алатын болсам, яғни 8-ден 8-ге 8-інде алатын болсам, онда ол бірге тең болады. Өйткені мына бөлшек ортасындағы бөлшек сызығы ол бөлуді білдіреді. Яғни мына біздің 8-ден 8 жазуымыз 8 бөлінген 8-ді білдіреді. Ал санды санға бөлетін болсақ 1 болады. Демек, бұл бөлшек бізде бірге тең болады. Келесі, алымы бөлімінен кем болатын бөлшек дұрыс бөлшек деп аталады. Дұрыс бөлшек әрқашан бір санынан кем болады. Мысалы, біздің бір пиццамыз 4-ке бөлінген, оның неше бөлік алынған? 3 бөлігі. Яғни бұл 4-тен 3 деген жазу. Бізде алымы 4-тен қандай болып тұр? Кем. Демек, бұл қалай аталады? Дұрыс бөлшек деп аталады. Ол әрқашанда бірден кіші болады. Яғни өйткені біз бір пиццаны 4 бөлікке бөлдікте 3 бөлігін ғана алдық. Сондықтан ол бірден кіші. Түсінікті, Келесі, алымы бөлімінен артық немесе тең болатын бөлшек бұрыс бөлшек деп аталады. Бұрыс бөлшек әрқашан бір санынан артық немесе тең болады. Мысалы, менде мұнда пицца 8 бөлікке бөлінген, бірінші пиццам 8 бөлікке бөлінген, оның 5-еуі алынған. Яғни 8-ден 5-і алынған. Бұл жерде де пиццам 8 бөлікке бөлінген, оның 4-еуі алынған. Енді осы екеуін қосатын болсам, қанша болады? 8-ден 9 болады, Енді бізде алымы бөлімінен артық болып тұр. Егер де алымы бөлімінен артық болса, ол онда бұрыс бөлшек деп аталады. Ол бір санынан, яғни бір санынан артық болады. Неге? Өйткені бізде мұнда біздің пиццамыз 8 бөлікке бөлінген, ал біз оның 9 бөлігін алып отырмыз. Демек, біз бір бүтін пиццаны алдықта, екінші пиццадан мынандай бір бөлігін алып отырмыз. Демек, бізде бірден артық шықты. Немесе егерде бөлімі де алымы да бірдей болатын болса, жаңағыдай айтқандай, онда ол яғни бірге тең болады. Нөмірі 2 тапсырманы орында. Сан сәулесіндегі бірлік кесінді неше бөлікке бөлінген, қай бөліктер жазылмаған, оларды ата, кесінді сызып, әр бөлікті белгілеп көрсет. Міне біз бірлік кесіндісін сыздық, суретте бізде берілген барлық бөліктерді жазып шықтық. Енді бізден сұрайды, сан сәулесіндегі бірлік кесінді неше бөлікке бөлінген? Қарайық. Міне 1 бөлік, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бөлікке бөлінген, Және оны мына жазылып тұрған бөлшек бойынша көруге болады. Мына астындағы бөлімі 6 болып тұр. Демек, 6 бөлікке бөлінген деген сөз. Қай бөліктер жазылмаған? Енді мына жерде қарайық, бізде бірінші бөлік, яғни бұл 6-дан 1 бөлігі болады. Келесі 2 бөлік алынатын болса, онда бұл 6-дан 2 болады келесі. Келесі бөлік бізде 6-дан 3, келесі 6-дан 4, яғни өйткені 4-ші бөлік. Сонда 6-дан 4. Келесі бөлігіміз нешінші бөлік? 5-ші, яғни 6-дан 5. Ал соңғысы бізде нешінші бөлік сонда? 6-шы бөлік, 6-шы бөлігіміз бізде 1. Яғни 6-шы бөлікті біз қалай жазамыз? 6 бөліктің 6-шысы. 6-дан 6. Яғни 1. Сонда, балалар, 6-дан 6, яғни біз 6 бөліктің 6-ауында алатын болсақ, яғни бұл 1-ге тең деген сөз.
Өйткені мына бөлшек жазуы бұл қандай жазуды білдіреді, яғни 6/6 деген, иә. Сондықтан егерде алымы да бөлімі де бірдей болатын болса, онда ол 1-ге тең болады. Нөмірі 2-ші ән тапсырманы орында. Боялған бөліктерді көрсететін бөлшектерді жаз. Біріншіге қарайық, неше бөлікке бөлінген? 6 бөлікке, оның 2-і боялған. Демек, бізде бөлімі 6, боялған 2 бөлігі. Бұл бізде бірінші суретке сәйкес. Екіншісінде 6 бөлікке бөлінген, 6-ауды боялған, демек 6-дан 6, е? Енді әсін орындайық. Яғни бөлшек түрінде жаздық. Бөлшектердің қосындысын тап, алынған бөлшек бірден үлкен бе, әлде кіші ме? Енді 6-дан 2-ге қосамыз, 6-дан 6-на. Бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімдер өзгеріссіз қалады, алымдарын не істейміз? Қосамыз. Сонда 6-дан 8. Екеуін былай қосатын болсақ, қалай болады? 6-дан 8. Енді бұл бірден үлкен бе, әлде кіші ме? Біз мына берілген суретті 6-дан 6 дедік, е? Ал ол дегеніміз 1. Яғни, және біз 1-ге нені қосып отырмыз? 6-дан 2-ні қосып отырмыз. Демек, бұл 6-дан 8 1-ден артық болады, е? Нөмірі 3-ші тапсырманы орында. Сан сәулесін сыз, сан сәулесінде 4-тен 2, 4-тен 3, 4-тен 4, 4-тен 8, 4-тен 12 бөлшектерін белгіле. Не бізде сан сәулесі сызылған, е? Сан сәулесінде бізде мынандай сандар белгіленіп тұр. Бізде 0-ден 1-ге дейінгі сан сәулесі неше бөлікке бөлінген? 4 бөлікке бөлінген, е? 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, және 4 бөлік, е? Енді осы сан сәулесіне 4-тен 2-ні қай жерге орналастырамыз? Яғни ол 4 бөліктің екіншісі, е? Олай болса, қай жерге орналастырамыз? Мына жерге, яғни 4-тен 2. 4-тен 3, мына 3-ші бөлігі, демек, бұл жерге орналасады. Келесі 4-тен 4, 1 бөлік, 2 бөлік, 3 бөлік, 4-ші бөлігіміз мына жерге, яғни 4-тен 4, бұл бізде 1. Себебі 4-тен 4, яғни 4-4-ке бөлеміз, демек ол 1-ге тең деген сөз. Оны табу үшін не істейміз? Есімізге түсірейік, яғни 8-ді 4-ке бөлеміз. Сонда 2 шықты. Яғни егер мынаны ары қарай жалғастыра беретін болсақ, мысалы 4-тен 5, 4-тен 6, 4-тен 7, бұл бізде 4-тен 8, е? Яғни бұл жерде мысалға 4-тен 6. Егерде жалғастыра беретін болсақ бөліктерге, сонда 4-тен 8 ол бізде 2-ге тең. Енді 4-тен 12. 4-тен 12 қай жерде орналасатынын табу үшін, мысалы біз былай істеуімізге болады. Яғни ары қарай жалғастырамыз. Мысалы, бұл 4-тен 9, 4-тен 10, 4-тен 11, бұл 4-тен 12. Яғни 4-тен 12 ол бізде 3. Немесе 12-ні 4-ке бөлеміз, сонда 3 шығады. Яғни әрқайсының орналасуын таптық, е? Мысалы, мұнда 4-тен 9, мұнда 4-тен 10, 11, мұнда 4-тен 12 орналасады. Ары қарай мысалға жалғастыратын болсақ, 4-тен 13 деп сөйтіп кете береді. Енді әсін орындайық. Бұрыс бөлшектерді көшіріп жаз. Бұрыс бөлшектер дегеніміз алымы бөлімнен артық, е? Немесе тең. Бұрыс бөлшектерді көшіріп жазалайық, ол яғни алым мен бөлімі тең, немесе артық деді, е? 4-тен 8 және 4-тен 12. Бұлардың барлығы бұрыс бөлшектер. Себебі алымы бөлімнен артық, немесе тең, е? Енді ары қарай не істеу керек? Оларды бірлікпен салыстыр. Яғни барлығын бірмен салыстырамыз. Мысалы,
4-тен 4 ол 1-ге тең, иә. 4-тен 8 1-ден артық. 4-тен 12 ол 1-ден артық. Себебі 4-тен 12-міз бізде неше еді? 3, 4-тен 8-міз ол 2. Нөмірі 4-ші тапсырманы орында. Әр суреттегі үлестердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз, оларды бірлікпен салыстыр. Теңсіздіктер жаз. Мысалы, егерде біз қарайтын болсақ, әр қайсы 3 бөлікке бөлінген, яғни онда бөлімі 3 деген сөз. Енді нешеуі боялған? Екеуіне де қараймыз бірге. 1, 2, 3, 4. 4-еуі де бөлінген. Яғни бұл берілген сурет 3-тен 4 болып тұр. Егерде қосу түрінде жазатын болсақ, мысалы бірінші суретіміз бізде ол 3-тен 3 қосылған 3-тен 1. Бөлім жазамыз да алымын қосамыз. Сонда 3-тен 4 шығады. Екіншісінде қарайық. Екеуі де 4 бөлікке бөлінген, яғни бөлімі 4 деген сөз. Енді нешеу алынған? Мұнда 4-еу, мұнда 3-еу, яғни 7-еу, сонда 4-тен 7. Егер қосынды түрінде жазатын болсақ, онда біріншісі бізде 4 бөлікке бөлінген, 4-еу де алынған. Демек, 4-тен 4, оған қосамын 4-тен 3-ті. Тең болады 4, 4-тен 7. 8 бөлікке бөлінген, 8-і де боялған. Яғни, екеуі де 8 бөлікке бөлінген, 8-ден, мына жақта 8, мына екінші жағында 9, 10, 11. Яғни 8-ден 11, Егерде қосынды түрінде жазатын болса, 8-ден 8 қосылған 8-ден 3. Сонда 8, 8-ге 3-ті қосамыз. Тең болады 8-ден 11. Оларды бірлікпен салыстыр дейді. Мысалы, 3-тен 3-ті 1-мен салыстыратын болсақ, яғни ол 1-ге тең, Келесі, 3-тен 1 ол 1-ден кіші болады. Келесі, 4-тен 4 ол 1-ге тең. 4-тен 3 1-ден кіші. 8-ден 8 1-ге тең. 8-ден 3 1-ден кіші. Енді мыналарды салыстырайық. 3-тен 4 1-ден артық. Келесі 4-тен 7 1-ден артық. Және 8-ден 11 ол 1-ден артық. Нөмірі 6-шы есептерді шығар. Ұзындығы 25 см, ал ені ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне тең болатын тік төртбұрыш жиектемеге ұзындығы қандай білте тақтайша қажет болады. Яғни ұзындығы, А 25 см. Ені ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне, яғни Б белгісіз, ұзындығының 5-тен 1 бөлігіне тең. Осы тік төртбұрыш жиектемеге ұзындығы қандай білте тақтайша қажет болатын білу үшін бізге осы тік төртбұрыш жиектеменің периметрін табуымыз керек. Ең бірінші біз Б-ны табайық. Б-ны табу үшін не істейміз? Ол ұзындығының 5-тен 1 бөлігі дейді. Олай болса не істейміз? 25-ті 5-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. Сонда 5 см болады. Яғни ені 5 см. Енді периметрін табу үшін не істейміз? 25-ге 5-ті қосып 2-ге көбейтеміз. 30-ді 2-ге көбейтсек 60 см. Яғни бізге ұзындығы 60 см болатын білте тақтайша қажет. Екіншісі әсін қарастырайық. Тік төртбұрыш пішінді бақшаға қоршау жасау қажет. Бақшаның ұзындығы 80 метр, ал ені ұзындығының 8-ден 1 бөлігіне тең. Қоршаудың жалпы ұзындығы қанша болуы тиіс? Мысалы, бізге мында 4 бұрышты дейді, мынандай мысалы. 4 бұрышты осындай бақша. Бұл бізде бақша. Енді осыған қоршау жасау керек. Қоршау деген, яғни осының ені мен ұзындығына сәйкес, осындай бітіп қоршау жасау керек. Енді
яғни бақшаның ұзындығы қанша? 80 метрге тең. Ені белгісіз, ұзындығынан 8-ден 1 бөлігіне тең. Енді бізге мына қоршаудың ұзындығын білу үшін біз нені табуымыз керек? Периметрін табуымыз керек. Ең бірінші бұны тауып алайық. 8-ден 1 бөлігі, яғни 80-ді 8-ге бөлімсе 1-ге көбейтеміз. Ені 10 метрге тең. Енді периметрін табамыз. 80-ге 10-ды қосамыз да 2-ге көбейтеміз. 90-ді 2-ге көбейтсек 180 метрге тең екен. Бұсы сым темірдің 4-тен 1 бөлігі, яғни 16 метр кесіп алынды. Сым темірдің жалпы ұзындығы қандай? Яғни бізде мынандай сым темір бар. Ол сым темір 4 бөлікке бөлінген. Бірдей 4 бөлікке бөлінген. Яғни мынау 4-тен 1-і қанша метр? 16 метр. 16 метр. Енді бізге нені табу керек? Сым темірдің жалпы ұзындығын. Яғни мынаны осы сым темірдің жалпы ұзындығы қанша екен табу керек. Ол үшін не істейміз? Яғни бізге мына қалған бөліктерін табу керек. Яғни мына әр бөлігі сонда 16 метр деген сөз. Олай болса, жалпы ұзындығын табу үшін не істейміз? 16-ны 4-ге көбейтеміз. 4 жерде 6 24, 2 мойда 4 64. Сонда сым темірдің жалпы ұзындығы 64 метр екен. Бір жылдың 6-тан 1 бөлігі қанша ай? Бірінші, бір жылда қанша ай бар екен есімізге түсіріп алайық. Бір жылда бізде 12 ай бар. Енді 12 айдың 6-тан 1-ін табу керек. Оны қалай табамыз? Яғни 12-ні 6-ға бөлеміз де 1-ге көбейтеміз. 12-ні 6-ға бөлсек 2, 2-ні 1-ге көбейтсек 2. Нөмірі 7-ші. Мысал, есепте тексер. 4.298.994-ті 714-ке бөлейік. Яғни бұл жерді 42, 7 нешеге көбейткен кезде 42 шығады. 6-ға. 6 жерді 4-ім 24, 2 мойда, 6 жерді 1-ім 6, ойымдағы мен 8, 7 жерді 6 жерді 7-ім 42. Азайтайық. 8-ден 4-ті азайтамын 4, 9-дан 8-ді азайтамын 1. 9-ды түсіремін, жетпейді, келесі 9-ды түсіремін. 2 сан қатарынан түскеннен кейін 6-тан кейін 0-ді қоямын. Енді 7 нешеге көбейткен кезде 14 шығады. 2, 2 жерде 4-ім 8, 2, 14. Азайтамыз. 9-дан 8 азайтамын 1, 9-дан 2-ні азайтамын 7. Келесі санды түсіреміз 4. 1-ден береміз 714. Тексереміз. 4 жерде 1-ім 4, 4 жерде 2-ім 8, 4 жерде 0-ім 0, 4 жерде 6-ым 24. 1-ге көбейт шығамыз. 7-ге көбейтеміз. 7 жерде 2-ім 14, 1-ім ойда. Яғни 0 болғаннан кейін 1-ден жаза саламыз. 7 жерде 6-ым 42. Енді осының барлығын қосамыз. 4-тің өзі түседі. 9, мұнда 9, мұнда 8, мұнда 9, мұнда 2, мұнда 4. Сонда 4.298.994 шықты. 4-тен береміз. Мұнда 39, мұнда 4. 4 нешеге көбейткен кезде 39-ға жақын, ең жақыны 9, яғни 36 болады. 9 жерде 7-ім 63, 9 жерде 4-ім 36. Азайтайық. 9-дан 3-ті азайтам 6, 8-ден 6-ны азайтам 2, 9-дан 6-ны азайтам 3. 326 жетпейді, 0 түсіреміз. Мұнда 32, 4 нешеге көбейткен кезде 32-ге жақын шығады, 8, 8 жерде 7-ім 56, 8 жерде 4-ім 32. Азайтайық. 4. Келесі сан түсіреміз 0. Келесі сан түсіреміз 7. 2 санды бірдей түсірдік, демек 0-ді қоямыз. 1-ден береміз. 7, 0, 56, 5 мойда, 7 жерде 9-ым 63,
63-ке 5 қоссақ 68. Нөлді көбейтсек барлығы 0 шығады, оны біз мына ондықтың орнына қоямыз. Келесі, яғни 4 жүздікті көбейте бастаймыз, оны жүздіктің орнына қоямыз. 4, 0, 32, 3 ойда, 4 жерді 9-ым 36, ойымдағы мен 39. Қосамыз. 7, 0, 10, 1, 8, ойымдағы мен 9, 8, 9, 3. 3.989.000. 4-dən аламыз. Мұнда 38, яғни 6-дан беремін. 6-ның 6-ның 36, яғни 38-ге жақын. 6 жерді 4-ім 24, 2 ойда. 6 жерді 1-ім 6, ойымда емес 8, 6 жерді 6-ым 36. Азайтамыз. 13-тен 4-ті азайтамыз 9. Мұнда 17, 17-тен 8-ді азайтамыз 9, 7-тен 6-ны азайтамыз 1, 8 түсіремін. Мұнда 19, 3-тен берем. 12 бірім ойда, 3, 4, 18 азайтайық. 8-ден 2-ні азайтам 6, 9-дан 4-ті азайтам 5, 9-дан 8 азайтам 1, келесі сан түрем 1, 15, яғни 2-ден беремін. 2 жер 4-ім 8, 2, 12 азайтайық. Мұнда біреу сұраймыз. 11-ден 8-ді азайтам 3, 5-тен 2-ні азайтам 3, 5-тен 2-ні азайтам 3. Келесі 9-ды түсіреміз. 5 жерде 4-ім 20, 0-ін жазам 2 ойда, 5 жерде 1-ім 5, ойымдағы мен 7, 5 жерде 6-ым 30. Азайтайық. 9, 13-тен 7-ні азайтсақ 6, мұнда 3-тен біреу қалдық, сондықтан 2 қалды. Сонда 269 қалдық. 4 жерде 5-ім 20, 2 ойда, 8, 10, 1-ім ойда, 12, 13, 1-ім ойда, 24, ойымдағы мен 25. Бірге көбейт шығамыз. 6 жерде 5-ім 30, 0-ін жазам 3 ойда, 6 жерде 2-ім 12, ойымдағы мен 15, 1-ім ойда, 18, ойымдағы мен 19, 1-ім ойда, 6 жерде 6-ым 36, ойымдағы мен 37. Қосайық. 0, 5, 5, 13, 1-ім ойда. Мұнда 8, 8-ге 9-ды қоссам 17, ойымдағы мен 18, 1-ім ойда, 8, 3. Енді 269 қалдықты қосамыз. 9, 11, 1-ім ойда, 7, 8, 3, 8, 8, 3. 9-шы есепті шығар. Өзендердің арнасын тазалауға ақша жинау үшін су ресурстарын қорғау қайырымдылық марафоны дүйсенбі мен жұма аралығында өткізілді. Диаграмманы қара, кіру билеті 1250 теңге тұрады. Алғашқы 2 күнде қанша ақша жиналды? Барлығы қанша ақша жиналды? Бізде міне диаграмма берілген, диаграмманың тігінен берілген, яғни 50-ге дейінгі сандар, ол келушілер саны. Бұл бізде апта күндері, яғни дүйсенбі, жұма күндері аралығында марафон өткізілді, қайырымдылық марафоны өткізілді. Бізде кіру билеті қанша теңге тұрады? 1250 теңге тұрады. Алғашқы 2 күнде қанша ақша жиналды, яғни 2 күнде қанша ақша жиналғанын табу керек, және барлығы қанша ақша жиналған, яғни барлығы бізде 5 күн, яғни 5 күнде қанша ақша жиналғанын табу керек. Әр күні қанша адам келген анықтап алайық. Бізде міне бірінші дүйсенбі күні осы жерде ол 10 мен 20-ның арасында орналасқан, яғни 10-нан асып тұр, 20-ға жетпейді, тура ортасында. Демек дүйсенбі күні 15 адам. Сейсенбі күні 30 адам. Сәрсенбі күні 25 адам. Бейсенбі күні 45 адам. Және жұма күні 35 адам. Енді 2 күнде, яғни дүйсенбі мен сейсенбі күні, яғни 15-ті 30-ға қосамыз, тең болады 45. Енді бір
билеттің құны 1250 теңге, яғни 45 адам қанша теңге төлеген табу үшін 1250-ті көбейтеміз 45-ке. Сонда тең болады 56.250 теңге. Енді 5 күнде қанша ақша жиналған табу үшін мына барлығын қосып шығамыз, яғни 2 күнде 45 қосамыз 25, қосылған 45, қосылған 35. 45-ті қосамыз. 45-ке 45-ті қосамыз 90, 25-ке 30-ті қосам 60, 90-ға 60-ті қосам 150. Сонда барлығы 5 күнде 150 адам келген, әр қайсысы 1250 теңгеден төлесе, яғни 1250-ті 150-ге көбейтеміз. Сонда тең болады 187.500.